Мынаны бәрдерің оқып, жан жаққа, әр қазақтың жанұясы бүкіл Қазақстанда мына референдумға қарсымыз деп жазуымыз керек. Соны қосылып бүкіл халық боп, керек жоқ бізге референдум. Қайтадан СРО бізге керек жоқ. Орыстарға керек болса көшіп кетсін Россияға. Мынау не сұмдық, мына біздің кереметтей дипломат деген президентіміздің әкеліп соқтырғаны осы. Ассамблея народов Қазақстана бұл өкімет емес, кетсін ары. Керек болса вообще бұны баяғыдан бері айтып еді ғой, ана біздің ақылды азаматтар. Жою керек бұны деп, бұны жою керек. Ассамблея народов Қазақстана ешкімге керек. Қосымша айта кететін жағдай бұл егемендігімізден айырыламыз деген сөз ғой. Қазақстан өз билігі өзінде болмайды. Бұрынғыдай жоғары жақтан Москвадан басқаратын болады. Кім қай елге әкім болады, кім қай жерге бастық болады, кім қандай бизнеспенмен айланысқан кезде қанша процентін мемлекетке, Ресей мемлекетіне төлейді. Сол сияқты. Соны мынау Қазақстанның барлық шаттарына адамдарға тарқатыңыздар деп өтініш айтып жатыр. Қолдарыңыздан келгенше барлық шаттарға тастай берсеңіздер болады. Өйткені біздің егемендігіміз үшін, келешек ұрпағымыз үшін бұл маңызды нәрсе. Ресейге қосылуға өз басым қарсымын. Өйткені біздің ата-бабамыз осы егемендікті көп аңсады. Бізде келешек ұрпаққа егемендік елді аман-есен тапсыруға Алла бізге нәсіп етсін. Ұрпағымыз біреуге бодан болмасын. Өз егемендігіміз өзімізде қалсын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті қазақ бауырларым, қазақстандықтар, біз қайтадан мынау оңбаған Ассоциация народов Казахстана, олар біздің достарымыз емес. Солардың сандалғанымен біз Ресейдің империясының астына қайтадан кірсек, сорладық деген қазақтар болады. Сорладық. Біздің болашағымыз жарқын болмайды. Біз қайтадан Ресейге құл боламыз. Бүкіл байлығымыз еліміздің. Одан қала бере тапқан таянғанымыз бүкіл налоги ең бірінші сонда төленеді. Баққан малымыз, баққан жылқымыз, өсірген егініміз, жемісіміз бәрі сонда кетеді деген сөз бұл. Қайтадан біз айырылдық егемендігімізден деген сөз. Сол үшін мен болашағымыздың, ұрпағымыздың ертең жыламасын десек, солардың болашағы жарқын болсын десек, ешқандай Ресейдің қол астына кірмеуіміз керек. Соны біліп қойыңыздар, бәріне таратыңыздар, бауырларым, таратыңыздар, отырмаңыздар, немқұрайлы болмаңыздар. Бәріміз қарсымыз, мен қарсымын.